орман шаруашылығында тостаған бұйымдарын, қасықтар жасайтын ағаштан цех болды. Сонда суретші болып жұмысымды содан бастадым. Бүгінгі біздің қонағымыз Қарқаралы қаласының мәдениеті мен өнеріне үлес қосып жүрген жан, бірқатар мүсіндердің авторы, муралдар салатын суретші, театр суретшісі Дәулетбаев Сәкен Нұрмағамбетұлы. 85 жылы, кешіріңіздер, мәдениет бөліміне келіп, сонда Санин атындағы халық театрының суретшісі болып орналастым. Содан мен ол сөйлемге дейін 40 жылдай уақыт болды. Сингаттулин Ахмат деген сурет пен сызудан берген мұғалімім болды. Ол кісі маған өте үлкен ықпал жасады суреттен. Ол кісінің айтатыны сол: сен ешкімнің дүниесіне қарама, ешкімнің суретіне қызықпа, өзіңнің ойыңда, миыңда не тұр, соны сала бер, сенің қолыңнан келеді. Сала бер дейді. Азғантай ойым бар. Бір көп емес, бір 5-6 баланы ғана іріктеп алып, соны тәрбиелесем, өзімнің білгенімді, қолымнан келгенімді соларға үйретсем деген ондай ойым бар дейді.